Жақынов Тельман 1933 жылы Абай ауданы Қызылтас ауылында дүниеге келген. КПСС мүшесі, білімі жоғары. Семей зоотехникалық мал дәрігерлік институтын бітірген. 1957 жылдан Семей облысындағы Абай ауданының Ленин атындағы колхозының бас зоотехнигі. 1963 жылдан осы ауданның Мұхтар Әуезов атындағы совхозының бас зоотехнигі. 1965 жылдан Шұбартау аудандық өндіріс басқармасының бас зоотехнигі. 1968 жылдан Абай ауданының Жданов атындағы совхозының директоры қызметтерін адал атқарып, 1980 жылдан 1995 жылға дейін Абай ауданы Күлмен ауылдық советінің председателі қызметіне ауысады. 1995 жылы зейнеткерлікке шыққан. Ауыл шаруашылығы жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі. Еңбек қызыл ту және құрмет белгісі ордендерінің иегері. 9-шы шақырылған Қазақ ССР жоғары советінің депутаты. Жолдасы Күлзиямен 9 бала өмірге келіп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, саналы тәрбие беріп, өнегелі білімге жетелеген, ұрпақтарынан немере шөбере сүйген аяулы адам. Туыстарына, ауылдастарына, бауырларына қамқорлығын аямаған кең пейілді азамат еді. 2004 жылы 21 қаңтарда дүниеден өтті. Тірі болса 90 жасқа толар еді Асқар Тау аяулы әкеміз. Жаныңыз жанатта болсын жан әке. Сіздің асыл бейнеңіз жүрегімізде әрі қашан сақталады. Мына екі дос, сендер мына балалардың қуанышында кезігіп тұрсыңдар енді мінекей. Мынау Алланың несі ырзы ғой, мынау да балалардың бақытына. Аққардың жапырақтары жауып тұрған. Кенжаға, сіздің мынау бүгінгі қуанышты мерекеңізге осында жиналып отырған бала шағаңыз өзінің өнерін өлеңменен сізге жасайтын құрметтерін көрсетеміз деп отыр. Кенжаға, мен мұған бүгінгі қуанышқа сізге өзімнің бір жақсы көретін өлеңім атақты ақын Қасым Аманжоловтың өзім туралы деген өлеңін айтып берейін. Өзге емес өзім айтам өз жайымды, көкірек жалын атқан сөз дайындай. Тереңде тұнып жатқанда ол күйдай, тербетіп тебірентіп қозғайынды. Тереңдей тұнып жатқанда ол күйдай, тербетіп тебірентіп қозғайындай. Аманжол Рақымжанның Қасымымын, мен да қайбір отанның ғасырымын. Біреудің жұртта қалған жасығымын, біреудің қол жетпейтін асылымын. Біреудің жұртта қалған жасығымын, біреудің қол жетпейтін асылым. Сен неткен бақыттысың келер ұрпақ, қараймын недесің ай мен таңырқа. Жаңғыртып жыр сарайын сен келгендай,
Жатармын мен көрпемде қордағым тау, жаңғыртып жүр сарайын сен келгендай. Жатармын мен көрпемде қордағым тау. Сайраған ізім жатыр жер бетімде, көрінер көлеңке сай келбетімдей. Қай жердай үзілесің қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетіндей. Қай жердай үзілесің қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетіндей. Екі көз екі жұлдыз маңдайдағы, көрушен құбылыстай қайдағы. Япыр-ай, сенде бір күн сөнермесің, қап-қара түнек болып маңайдағы. Япыр-ай, сенде бір күн сөнермесің, қап-қара түнек болып маңайдағы. Дүнияға келер әлай талай қасым, оларда бұл қасымдау бір байқасын. Дауылдай өртке тиген өлеңімдай, қасымның өзі емес деп кім айтасы. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына, ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке, сөзде ақ болғаным. Әр қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Қашанда бейік көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, менің әкем,